есімім Мейірім. Менің есімім Аяулы. Ал менің есімім Асел. Менің есімім Бекзат. Бұл Жымпиты ауылы. Өзіміздің жаңағы мектепте ұстаздың алдында отырғанда сол ұстазымызға еліктеп өстік. Соның ішінде мен өзім қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғаліміне қатты еліктедім. Оның жүріс-тұрысы, сөйлеуі, сабақ беруі, жалпы әдебиеттің әдемілігіне мен бала кезімнен құмартып өстім. Одан кейін менің үйдегі анам бүгінде ардагер ұстаз, яғни ұстаздың отбасында дүниеге келдім деп айтуға болады. Одан кейін осы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне келіп, филология факультетіне құжатымды тапсырып, сол оқуға қабылданып түстім. 1996 жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетін аяқтағаннан кейін Сырым ауданы Жымпиты ауылына жолдандым мен жұмысқа. Оның ішінде осы аудан орталығындағы ең үлкен мектеп, осы жалпы білім беретін Қадыр Мырзалиев атындағы орта мектепке қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып орналастым. Ең бірінші келген мезгілде маған 3-5 сынып берілді. 5 сыныптан бастап сабақ бердім. Ол өзіме де өте жеңіл болды бір жағынан. Кішкентай балалардан бастап сабақ беру. Тәжірибем аз болғандықтан, сондықтан өзіме өте қатты жеңіл болды. Қызықты да болды. Енді биылғы оқу жылынан бастап білім саласында үлкен өзгеріс болып жатыр, бәрімізге белгілі. Соның ішінде жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 5-7 сыныптар, енді мен өзім орта сыныптарда, орта буынға, жоғары буынға сабақ бергендіктен орта білім беретін. Сондықтан мен 5-7 сыныптарда осы жаңартылған білім беру бойынша сабақ беремін. Биылғы оқу жылынан бастап барлық сыныптарда 5 күндік оқу аптасы болып белгіленді. Бұл балдар үшін де, жалпы ұстаздар үшін де өте тиімді деп есептеймін. Өйткені соңғы 6-шы күні мұғалім өзінің шығармашылық жұмысымен айналысуына, оқушылардың үйірме жұмыстарымен айналысуына көп мүмкіндіктері бар деп есептеймін. Және оны көріп те жатырмыз. Одан кейін жаңартылған білім беру мазмұнында биыл электронды журнал ашылды. Сол электронды журналда балалардың критериалды бағалау бойынша жүргізіледі. Одан кейін біз электронды журналға оқушылардың жұмысын тексеріп, бал қойылады. Сол балды электронды журналға түсірген мезгілде ол бірден өзінің бағасын шығарып, бізге үлкен жеңілдік беріп отырады. Бұл мектеп үлкен тарихы бар мектеп. Хамза Есенжанов, Жұбан Молдағалиев секілді, Роза Жаманова, Қадыр Мырзалиев секілді ұлы тұлғалар осы мектептен білім алған. Соның бірі жаңа осы мектепке 1994 жылы Қадыр Мырзалиевтің аты берілген. Ауданның орталығында балалар және жасөспірімдер шығармашылық орталығы бар. Сол орталықтың сұранысы бойынша, өзімнің қызығушылығым бойынша, сол шығармашылық орталықтың жанынан қадір тану үйірмесі, әдеби шығармашылыққа баулу үйірмесі бойынша мен үйірме жетекшісімін. Ол өзімнің алдындағы шәкірттерім, мысалы түстен кейін сабаққа келетін болса, түске шейін сол шығармашылық орталықтың үйірмесіне қатысады. Қадір тану үйірмесін жүргіземін. Үлкен тарихы бар. Мекен деп есептейміз. Осы жерде тұрып жатқаныма, осы жерге келін болып түскеніме өзім мақтан тұтамын. Отбасымда жолдасым, ұлым және қызым бар. Және мен үлкен шаңыраққа келін болып түскеннен кейін осы шаңырақтың үлкен кісісімен біз бірге тұрамыз. Демалыс күндері немесе қолым бос уақытында тарихи киноларды қарағанды жақсы көремін көбіне. Одан кейін кітап оқығанды жақсы көремін, әдеби кітаптарды. Біз өзіміз педагогтар отбасынан шықтым. Менен кейінгі өзіме тетес сіңілім, бүгінгі таңда ол Атырау облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназияда қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді. Міне сол кісі де биылғы оқу жылында осы үздік республикалық педагог байқауының жүлдегері болып отбасымызбен үлкен осындай мақтаныш деп айтуға болады, ата-анамыз үшін қуаныш, жетістік деп айтуымызға болады. Екеуміз бір мезгілде, бір сәтте, бұл да бір бақыт болар, осындай жүлдені алу, атақты алу бұйырды. Мұғалім, ұстаз.
өзінің атына сай, бүгінгі заман талабына сай, креативті ойлай білетін, жаңаша оқушылармен қарым-қатынаста ынтымақтастық орта қалыптастыра алатын, көп тілді меңгерген, бүгінгі заман талабына сай жаңашыл ұстаз болу керек деп есептеймін. Ұстаз ол өте абыройлы іс, абыройлы мамандық, мәртебелі мамандық, кез келгеннің бақытына бұйыра бермейтін деп айтуға да болады. Өйткені ұстаздық бұл таза шығармашылықпен жұмыстану керек. Сонда ғана мұғалімнің бойында шығармашылық қабілет болған жағдайда ғана оқушыларды қанаттандыра алады, оқушыларды шабыттандыра алады, оқушыларды білім жетістіктеріне жеткізе алады деп есептеймін.